Сәлеметсіздер ме, құрметті әріптестер? Мына мұғалімдерге арналған аттестацияның сұрақтарын жинақтап жазуды жөн көрдім. Келіп жатқан сұрақтар. Бірінші сұрақ келген мынадай болды. ЮНЕСКО-ға кіретін табиғи мұралар. Жауабы: Қожа Ахмет Яссауи кесенесі, Тамғалы тас петроглиф кешені. Үшінші: Сарыарқа, солтүстік Қазақстан даласы мен көлдері. Келесі сұрақ. Қазақстанның өзін толығымен қамтамасыз ететін өндіріс саласы. Қарағанды металлург комбинаты. Жауабы. Келесі сұрағымыз үшінші. Мезосфера қабатының ерекшелігі: күміс тәрізді бұлттардың болуы. Төртінші сұрағымыз. Көрвиметр анықтамасы: карта, план және сызба бетінде ирек иілген сызықтар бойымен қашықтықты анықтайтын құрал. Латынша иілу деген сөз нені білдіреді? Ол көрвиметр. Келесі сұрақ. Вернадский бойынша биосфераның төменгі қабаты неше километр? 3,5 километр. Қиын балқитын металдар: вольфрам, молибден. Одан кейін сұрағымыз. Теңіздер мен көлдердің жағалық сызығы шекара ұзындығын есептеу үшін қолданатын құрал: көрвиметр. Сандарды сызу және өлшеу үшін қолданатын құрал: көрвиметр. Міне көрвиметрге байланысты бірнеше сұрақтар беріпті. Одан кейін спрединг дегеніміз не? Тектоникаға байланысты. Жауабы: мұхит түбінің көлбеу бағытта үнемі жылжитын базальт қабатымен жаппай көмкерілуі. Спрединг қозғалысын зерттеген ғалым: Хесс және Диц. Ұлы көлдер жүйесіндегі қала: Чикаго. Ұлы көлдер жүйесі шектесетін мемлекеттер: ақш пен Канада. Одан кейінгі сұрақ. Маккиндер геосаяси үлгісіндегі Азия, Африка, Европа бөліктері кіретін ұғым: әлемдік арал. Жауабы: биосферадағы шөгінді жыныстар мен сазды минералдар бөлігі. Бикосоты зат дейді. Одан кейін аудандастыру әдісі бойынша геологиялық факторды негізге ала отырып ел аумағы физикалық географиялық жағынан аймақтарға бөлінеді. 9 аймақ. Жауабы. Одан кейінгі сұрақ. 1972 жылы Нейробиде өткен бүкіл әлемдік қоршаған орта мониторинг деңгейі 3. Одан кейінгі сұрағымыз. Ең бірінші ұйымдық қорық Қазақстандағы Ақсу Жабағылы қорығы 1926 жылы құрылған. Ақша түсіру мақсатында ұйымдастырылған қорықтар қай аймақтарда? Европада және ақшта. Арал проблемасына байланысты алтын емелге жерсіндірілген жануар. Жауабы: құлан. Келесі мынандай сұрақ. Бұл 2022-де келген, биылда келіпті. Мәтіндік сұрақ Балқаш көліне байланысты. Балқаш көлін екіге бөліп жатқан түбек: Саресік түбегі. Жауабы: Балқашқа құятын өзендер: Лепсі және Аягөз. Балқашпен шектесетін облыс: Жамбыл, Алматы және Қарағанды облысы. Балқаштың гидрологиялық режимін өзгерткен не? Жауабы: Іле өзеніндегі Қапшағай ССі салынуы. Одан кейінгі тағы да сұрақ. Келесі сұрағымыз. Қытай мен Үндістанның геосаяси жағдайына оң ықпал ететін фактор. Жауабы: халқының саны мен экономикалық қуаты. Келесі сұрағымыз. Латын Америкасы елдерінің саяси ықпалын нығайтуға әсер ететін оңтүстік америкалық жалпы нарықтағы оң беделді ұйым. Жауабы: Меркосур. Келесі сұрағымыз. 20 ғасырдың аяғында ақштың сыртқы саясатының өзгеруіне әсер еткен тарихи құбылыс. Жауабы: Кеңес одағының ыдырауы. Келесі сұрағымыз. Кипр елінің географиялық орналасуына байланысты артықшылығының болуы. Жауабы: жалға пәтер беруші елдер қатарында. Солтүстік мұзды мұхитының қазан шұңқырлары: Макров, Нансен, Бафорт. Келесі сұрағымыз. 2011 жылы 12 қазанда Біріккен ұлттар ұйымының жалпыға ортақ ядролық қарусыз әлем жөніндегі декларация қабылданған қала: Астана қаласы. Бұл сұрақ келді. Одан кейін ислам құндылықтар мен мәдениеттің отаны: Солтүстік Африка мен Орта Шығыс. Келесі сұрағымыз. Қазақстан көлдері мен жер бедері анық көрінетін Еуразияның әдемі суретін түсірген жер серігінің аты. Жауабы: Канапус-В. Канапус-В. Келесі сұрағымыз. Айдың шегінен тыс басқа ғаламшардың бетінен жердің алғашқы суретін түсірген бағдарлама.
ағылшынша жазылған. Lunar Reconnaissance дейді. Келесі. Біздің ғаламшарымыз айналасын ғарыштық қараңғылық тұмшалаған жалғыз жүрген шаңның түйіршігі сөзінің авторы кім? К. Саган деген автор. Келесі сұрағымыз. 2015 жылы 12 қазанда жердің шығуы суретін түсірген ғарыш кемесі. Аполлон 8 жауабы. Келесі сұрағымыз. 1990 жылы Voyager 1 көмегімен түсіріліп, бозарған көгілдір нүкте атауына ие болған жер суреті түсірілген қашықтық 6 миллиард қашықтықтан түсірілген екен. Келесі. Сарқылатын және сарқылмайтын табиғат ресурстарының классификациясы экологиялық жауабы. Келесі сұрақ. Кескіндердің суретін салу, өңдеу, түс қанықтығын күшейту, түрлендіру, жылдамдатуға мүмкіндік беретін бағдарлама Corel Draw. Келесі сұрақ. Ежелгі өркениеттен бастау алған өзіндік мәдени бейнесі бар аймақтар оңтүстік шығыс Азия. Келесі сұрақ. Физгеографиялық аудандастыру картасында бейнеленеді. Табиғат зоналары, географиялық белдеулер, топырақ типтерінің зонасы жауабы. Келесі сұрақ. Нектонды құрайды. Оған жататындар жауабы ірі моллюскалар, балықтар, теңіз сүтқоректілері, тасбақалар, теңіз жыландары. Келесі сұрағымыз. Бұрынғы геосинклиналдың орнында пайда болған жер бедері тұрғысынан тауаралық ойыстар. Жауабы Зайсан, Алакөл, Балқаш. Келесі сұрағымыз. Қазақстан темір жолының Меридиан бойымен бағытталған магистральдары. Жауабы Трансқазақстан, Орынбор, Ташкент, Түркістан, Сібір. Келесі сұрақ. Дүниежүзілік шаруашылық субъектісінде кәсіпорын тобына кіреді. Жауабы трансұлттық корпорациялар. Келесі сұрақ. Сипаттамалар жиынтығында географиялық атау, өсімдік түрі, топырақ, құрылым ерекшелігі бойынша ақпарат берілетін негізгі мәліметтер жиынтығы. Кеңістік. Келесі. Негізгі химия саласының ең ірі ауқымды өндірісі. Жауабы фосфорит. 20 ғасырда әлем дамуына ықпал ететін аса қауіпті саяси фактор. Жауабы халықаралық лаңкестік. Келесі сұрағымыз. Агроклиматтық, биологиялық немесе минералдық табиғи ресурстарды пайдалану негізінде қалыптасу. Жауабы шикізаттық мамандану. Келесі сұрағымыз. Қазақстан аумағында тұманды қалалар. Жауабы Алматы, Теміртау. Келесі сұрақ. Дүние жүзі кедей адамдар күніне неше доллар жұмсайды? 1,9 доллар. Бұл кедейшіліктің ең төменгі, күнкөрістің ең төменгі деңгейі саналады. Осы сұрақта келген. Одан кейінгі сұрақ. Атлант мұхитының шұңғымасының тереңдігі Пуэрто-Рико шұңғымасы 8742 метр. Келесі сұрағымыз. Қазақстанда қанша аудан бар? Жауабы 9. Цифрлы Қазақстан бағдарламасы. Жауабы интернет желісін пайдаланушылар саны 2021 жылы 81%-ға жетті. Халықтың цифрлық сауаттылығы 81,5%-ға жету керек деген мақсат қойған. Келесі сұрақ. Апатты құбылыс, жанартаулық құбылыс. Тегіс жазық қайсысы? Көрсету керек. Баянауыл, Сарыарқа, Алтай, Үстірт, Торғай дейді. Картометриялық әдіс. Ұзындық, аудан және көлем өлшемдерін есептеу. Картаның шрифті әріп пен цифрдан тұрады. Экономика туралы. Экономика бірнеше деңгейі, секторы бар күрделі жүйе. Барлық деңгейлер бір-бірімен тығыз байланысты және тәуелді болады. Бір аумақта ортақ белгілері бойынша біріктірілген елдер тобы аймақ деп аталады. 1940 жылы Сәтбаевтың жетекшілігімен ашылған кен орны Жезді Марганец кен орны. Атлант мұхитында орналасқан аралдар. Ұлыбритания, Ирландия, Ньюфаундленд, үлкен кіші Антиль аралдары, Канар, Жасыл мүйіс, Фолкленд. Биіктік көрсеткіштері бар карта, топографиялық карта. Геосаясаттың негізгі міндеттері. Кеңістікті бақылау жасаудың жетістіктері мен формаларын зерттеу. Жетекші саяси күштердің ықпалы аймақтарын жіктеу негізінде дүние жүзін геосаяси аудандастыру, ғаламдық деңгейде әртүрлі күштердің кеңістіктік шекараларын айқындау және болжам жасау. 4. Геосаясат субъектілері үшін геосаяси кодтарды жасау. Келесі сұрақ. Австралиядағы ұлттық саябақтар Улуру, Какаду. Келесі сұрағымыз. Жер қабаты құрайтын тау жыныстарының жоғары қабаты шөгінді.
Қазақстан аумағында жиынтық күн радиациясының мөлшері солтүстіктен оңтүстікке қарай. Жауабы: 100 килокалория сантиметр квадраттан 150 килокалория сантиметр квадратқа дейін көтеріледі дейді, көбейеді. Келесі сұрақ. Атмосферадағы ауа құрамы біршама тығыз, оттегі мөлшері мен су буы аз, температурада ауытқу шамасы мардымсыз қабат. Стратосфера қабаты. Экономикалық санкциялар орнату арқылы ықпал ету құралы. Жауабы: экономикалық әрекеттер. Келесі сұрақ. Климаттың өзендер әсерін ең жақсы сипаттаған климатолог А.И. Боейков. Келесі сұрақ. Көптеген өзендер бастауы мен тұщы судың қоры болып саналады. Мұздықтар. Жауабы. Келесі сұрақ. Қазақстанның оңтүстігінде топырақ эрозиясын күшейтетін фактор жел. Қазақстан өнеркәсібі салалық. Әріптестер, тағы да сұрақтарды оқып саламын, тыңдап жазылып алыңыздар. Аттестациядан бәріміз де өтіп кетейік. Сәттілік тілеймін.